Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Inshaalloh bolalar, bugungi sabagimiz mo'yinsinovda Allohga shirk qo'shish jайлы aytib o'tamiz inshaalloh. Negizinde musulmonlar yalg'iz Allohga mo'yinsinovga buyurildi. Qur'onda Alloh taolo bu jайлы aytadi: "Ya ayyuhallazina amanu ati'u Alloha va ati'ur rasula va ulil amri minkum." Ey iymon keltirganlar, Allohga mo'yinsininglar, және elchisiga, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga, va ulil amri minkum, және сендердің араларындағы діни бастықтарға dedi. Бұл Аллах Таала өзіне mo'yinsinуға шақырып жатыр. Және өзіне жіберген елшісіне, және сол елшінің жолын алып жүрген ғалымдарға, дін иелеріне mo'yinsinуға бұйырып жатыр. Бірақ пайғамбарға mo'yinсину деген, діни бастықтарға mo'yinсину деген, ол Аллах Таалаға mo'yinсинудан кейін тұрады. Сондықтан мұсылмандар ең бірінші болып ұмытпауы керек болған нәрсе ол жалғыз Аллахқа mo'yinсинуы. Ал кім Аллахтан басқаға mo'yinсынатын болса, әлде Аллах Таала харам қылған нәрсені басқа біреу халал қылып оған mo'yinсынатын болса, әлде Аллах Таала халал қылған нәрсені басқа біреу харам қылып оған mo'yinсынатын болса, ол Аллахқа ширк қосқан болады. Бұл жайлы Құранда Аллах Таала Тауба сүресінің 31 аятында айтады: واتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. Бұл аятта Аллах Таала яһудилер мен насранилерді өздерінің діни бастықтарына және Айса пайғамбарға, Айса ибн Мариямға ергенін айтады. Сөйтіп Аллах Таала айтады: واتخذوا أحبارهم. Ахбар деген ол яһудилердің діни бастықтары. Яһудилер өздерінің ахбарларына mo'yinsindi. Yani arbab, o'zlarini rab qildi ularni deb tur Alloh taolo. Va ruhbanuhum, ruhban degan ol xristianlarning diniy бастықтары. Nasroniylarning diniy бастықтарын ular ruhban deydi. Val Masih ibn Maryam, Masih ibn Maryamda ular negizinde ularga elchi bo'lib kelgan edi, ular Allohning balasi deb oldi. Сөйтіп yahudiylar o'zlarining diniy бастықтарын o'zlarini rab qildi deydi Alloh taolo. Xristianlar o'zlarining diniy бастықтарын және Айсаны o'zlarini rab qildi deydi. Wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahida. Негізінде олар жалғыз Аллахқа ғана ғибадат етуге бұйырылған еді деп тұр. Демек, бұл мәселеде жалпы христиандар өздерінің діни бастықтарына сәжде қылған жоқ, руку қылған жоқ. Әлде христиандар оны істеген жоқ. Керісінше олар өздерінің діни бастықтары нені халал десе, соны халал деді, нені харам десе, соны харам деді. Ал Аллах Таалаға қарсы шықты ма, олар Аллах Таалаға mo'yinsindi, оған көңіл бөлген жоқ. Сондықтан Аллах Таала оларды өздеріне раб қылды деп тұр. Осы аятты пайғамбарымыз алейхиссалату вассалам Ади ибн Хатим тайға оқыған кезде, Ади ибн Хатим тай деген ол негізінде өзі араб кісі, тай деген қабиледен. Хатим тайдың баласы, жомарттығымен белгілі болған, тарихта белгілі болған кісі ғой. Ол христиан дінін қабылдады. Сөйтіп ислам дініне келген кезде ол кісі қашып кетті. Содан кейін пайғамбарымыз алейхиссалам қасына келген кезде пайғамбарымыз осы аятты оқыды дейді. Қазір айтып өткеніміз Таубаның 31 аятын оқыған кезде олар өздерінің діни бастықтарын өздеріне арбаб, өздеріне илах қылып алды деген аятты оқыған кезде ол кісі айтты дейді: "Я Расулаллах, ласна нa'будухум, біз оларға ғибадат етпейміз ғой" дейді. Біз өздеріміздің діни бастықтарымызға ғибадат еткен жоқпыз дейді. Пайғамбарымыз алейхиссалам сол кезде айтты дейді: "Алайса юхиллуна лакум ма харрамаллаху фатухиллунаху ва юхарримуна ма ахаллаллаху фатухарримуна." Сендерге олар Аллах Таала харам қылып қойған нәрсені халал деп айтты, сендер оны халал қылған жоқсыңдар ма? Олар сендерге Аллах Таала халал қылып қойған нәрсені харам деді, сендер оны харам қылған жоқсыңдар ма дейді. Қала бала, я дейді. Пайғамбарымыз алейхиссалам айтты: "Фатилка ибадатухум", осы оларға болған ғибадат дейді. Демек, Аллах Таала бұйрығына қарсы шығу, мысалы, Аллах Таала бір нәрсені харам қылып қойды ма, кім оны халал дейтін болса, және кім оған осы мәселеде еретін болса, ол Аллахқа ширк қосты. Әлде Аллах Таала бір нәрсені халал қылды ма, оны ешкім харам қылуға ақысы жоқ. Кім оны харам қылатын болса, кім оған еретін болса, харам қылған мәселесін, ол Аллахқа ширк қосты. Сондықтан пайғамбарымыз алейхиссалам айтып жатыр оларға: олар сендерге Аллах Таала харам қылған нәрсені халал деп айтады, сендер халал қылмайсыңдар ма? Және Аллах Таала
халал қылып қойған нәрсені харам деп айтады сендерге, сөйтіп сендер оны харам қылмайсыңдар ма дейді. Иә, сөйтеміз деген еді. Фатилка ибадатухум деді. Осы нәрсе оларға болған ғибадат деді. Сондықтан мойынсынуда жалғыз Аллахқа ғана мойынсыну керек. Және Аллах Тағала кімге мойынсын деген болса соған. Аллахтың шариғатына қайшы келетін нәрседе ешкімге мойынсынуға болмайды. Пайғамбарымыз алейхиссалам айтқандай: "Ла таата фи маъсиятил халиқ". Аллахтың әміріне қарсы шығатын нәрсеге бұйырылатын болса, махлуққа мойынсынылмайды дейді. Ешбір махлуққа мойынсынуға болмайды, егер ол Аллах Тағаланың әміріне қарсы шығатын іске бұйырып жатқан болса. Ал кім оны істейтін болса, ол Аллахқа ширк қосқан болады. Бұны үлкен ширк дейміз. Неге? Өйткені ол өзіне кімге мойынсынып жатқан болса, соны өзіне иләх қылып алды. Демек, бауырлар, басқаға ғибадат ету деген әлде яһудилер мен насранилердің өздеріне діни бастықтарын иләх қылып алды, раб қылып алды дегені оларға сәжде қылу, руку қылу емес екен. Олардың алдына тұрып ғибадат жасау емес екен. Керісінше, оларда Аллахтың әміріне қарсы шығып, халалын харам деп жүргендерінде, әлде харамды халал деп жүргендерінде оларға мойынсыну, оларға істелген ғибадат болып есептеледі екен. Ал кім оны істейтін болса, ол үлкен ширк жасаған болады дедік. Өйткені Аллах Тағала осы аятын өзін айтып тұр: "Уама умиру илля лиябуду илахан вахида". Олар жалғыз Аллахтан басқа ешкімге ғибадат етпеуге бұйырылды. Илахан вахид, жалғыз илахқа ғана ғибадат етуге бұйырылды. Ла илаха иллаху. Одан басқа ғибадатқа лайықты ешкім жоқ. Субханаху амма юшрикун. Аллахқа серік қылып атқан нәрселерінен Аллах пак. Олар ешқашан Аллахқа тең болмайды. Аллах Тағала бұны ширк деп тұр. Жалғыз өзіне ғана ғибадат ету керек екенін айтып тұр. Ал кім Аллахтан басқаға мойынсынатын болса, ол Аллахқа серік қосқан болатынын айтып тұр аятта Аллах Тағала. Дәл сондай, қандай бастық болмасын, қандай патша болсын ол, әлде ол дейік әмір болсын, егер Аллах Тағала харам қылған нәрсені халал дейтін болса, әлде халал қылған нәрсесін харам дейтін болса, солған кім еретін болса, ол кісі Аллахқа серік қосты. Алланың әміріне қарсы шықтығанын біле тұра істейтін болса, оны Аллахқа қарсы шықты. Мысалға дейік, Аллах Тағала Құранда риба харам деді. Әлде зина харам екенін айтты. Хамр, арақ дейміз, харам екенін айтты. Кім осы нәрсені халал дейтін болса, ол Аллахтың әміріне қарсы шыққан үшін ол кәфір болды. Ал кім оған еретін болса, ол Аллахқа серік қосты. Аллах Тағала мысалы мұра бөлінген кезде ұл балдар қыз балдардан көп алатынын айтты. Қыз бала, ұл бала алған мұраның жартысын ғана алады. Ал кім әйел, қыз бала да, ұл бала да екеуі де бірдей мұра алуы керек деп шығатын болса, Аллахтың әміріне қарсы шықты. Кім оған еретін болса, ол Аллахқа серік қосты. Әлде Аллах Тағала әйел кісі мен еркек кісіні араласқанын тыйым салды. Әйелдер еркектерінің алдында жалаңбас қосылып оларға жүруін харам қылды. Кім оны болады, ол бірге жүре беруге болады дейтін болса, сөйтіп сол сөзіне басқалар оған еретін болса, олар Аллахқа серік қосты. Неге? Өйткені Аллах та оны харам қылып қойды. Оны кім халал дейтін болса, ол діннен шықты. Ал оған халал деген кісінің сөзіне ергендер Аллахқа серік қосып жатыр. Аллах Тағала кейбір нәрселерді халал қылып қойды, рұқсат беріп қойды. 4 әйел ислам дінінде рұқсат берілген нәрсе. Кімнің шамасы келетін болса, 2, 3, 4-ке дейін үйленуге рұқсат берілді. Кім оны жоққа шығаратын болса, оны дұрыс емес десе, ол Алланың әміріне қарсы шықты, шариғаттың заңына қарсы шығып, ол дінсіз. Ал кім оған еретін болса бұл мәселеде, осы нәрсені дұрыс дейтін болса, ол Аллахқа серік қосты. Сондықтан кім болса сол болсын, оның айтып отқанына қарамаймыз. Айтып отқан кісіге қарамаймыз, кім болса сол болсын. Алланың әміріне қарсы шығатын іске бұйырып жатыр ма? Аллах Тағала халал қылып қойған нәрсені харам деді ма? Оның сөзі қабылданбайды. Әлде керісінше, оның сөзін ұстануға болмайды екен. Дәл сондай Аллахтан басқаға мойынсынудан жататын нәрселерден біреуі, бауырлар, фиқ ғалымдарының иштихаттарына еру. Фиқ ғалымдары, Алла разы болсын олардан, олар шамалар келгенше амал жасады. Олардың өздеріне жетіп келген хадистарға олар мойынсынды, амал жасады. Қай мәселелерде оларға хадис жетіп келмеген болса, сол мәселеде иштихат қылды. Әрбір фиқ ғалымы өзі отырған оралғанда Құран бойынша амал жасады. Аллахтың кітабы оларға толық түрде жетіп келді. Және өздеріне жетіп келген хадистер бойынша амал жасады. Ешбір хадиске қарсы шыққан жоқ. Өйткені пайғамбарымыз алейхиссалату вассалам барлық умматқа тастап кеткен нәрсесі осы. Сендерге мен сондай нәрсе қалдырдым, егер ұстанатын болсаңдар, менен кейін ешқашан адаспайсыңдар.
Алланың кітабы менің сүннетім деді. Ешбір фиқ ғалымы бұған қарсы шыққан жоқ. Керісінше олар бәрі ұстанып отырды. Бірақ хадис оларға толық түрде жетіп келген жоқ. Сондықтан қандай мәселе болмасын олар Құраннан іздеуші еді. Құраннан таппаса өздеріне жетіп келген хадистерден қарайды, ондан болмаса иштихад қылушы еді. Ал муштахид, ол хадисте келгендей, егер иштихад қылып ақиқатқа жететін болса, алхамдулилля, 2 сыйлық алады, 2 сауап алады. Ал егер иштихад қылып қателесетін болса, оған иштихадының сауабы бар, күнә жоқ. Бір сауап алады. Иштихад дегеніміз, Құраннан, хадистен дәлел табылмады. Бір мәселе пайда болып тұрды, оған Құраннан, хадистен дәлел тапқан жоқ олар. Сөйтті де, шамалары келгенше Құранға, хадиске жақындатып тұрып, өздері иштихад қылып, өздерінің пікірін айтады. Бірақ ол уақытша. Сахих хадис жетіп келгенше. Егер сахих хадис жетіп келген кезде олардың айтқан сөздері дұрыс болған болса, алхамдулилля, оған амал жасала береді. Олар 2 сауабын алады. Ал егер қателескен болса, онда сахих хадиске амал жасалады да, оның сөзі тасталады, ол кісіге күнә жоқ, қылған иштихадының сауабы қалады. Сондықтан ол кісілердің біреуі де шариғатқа қарсы шыққан жоқ, хадиске қарсы шыққан жоқ. Керісінше қай мәселеде иштихад қылған болса, демек сол мәселеде олар хадис жетіп бармаған еді. Ал сахих хадис жетіп келгеннен кейін кім олардың сөзін тастамайтын болса, сахих хадис бола тұра, олар тағы өздерінің ғалымдарына ере беретін болса, олар Аллахқа ширк қосты. Өйткені хадистен кейін ешкімнің ойы қабылданбайды. Және сол ғалымдардың бәрі қарайтын болсақ, айтқан сөздері барлық адамның сөзі алынады, тасталады дейді. Пайғамбарымыз алейхиссалату вассаламның сөзінен басқасы дейді. Барлық адамның сөзінен алынатын бар. Күллу юхазу мин қаулихи ва ютрак дейді. Илля Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам. Барлық адамның сөзінен алатын нәрсе бар, тастайтыны бар. Сөздің бәрі қабыл бола бермейді екен адамдан. Барлық адамда сондай. Алынатын сөзі бар, оның тасталатын сөзі бар. Пайғамбарымыз алейхиссалату вассаламның сөзінен басқасы дейді. Ол кісінің сөзінің ішінен тасталатын жоқ. Оның бәрі қабылдануы керек. Барлық имамдар осыған тоқталушы еді. Сондықтан біз муштахид ғалымдардың сөздерінен қай сөзі Құран мен хадиске муафиқ болса, қай бір сөзі Құран мен хадиспен дәлелденген болса, сол сөзін аламыз. Оны тастамаймыз ешқашан. Ал қай сөзінде ол өзінің жеке пікіріне, иштихадына сүйенген болса, ол нәрсе тасталады. Бірақ ол кісінің дәрежесі түсірілмейді. Ол муштахид деген шейх дәрежесіне қала береді. Мысалы, сол шейхтардың сөздеріне тоқталайық. Абу Ханифа рахмахуллах айтады: "Иза жаа ал-хадису ан Расулиллахи саллаллаху алейхи вассалам фа аля ар-раъси вал айн." Егер хадис пайғамбарымыз алейхиссалату вассаламнан келетін болса, басым және көзім үстіне дейді. Ешқандай күмәнсіз қабыл аламын мен ол сөзді. Басым үстіне және көзім үстіне деп тұр. Егер пайғамбарымыз алейхиссалату вассаламнан хадис келетін болса, екіленбей ол хадисті бірден қабыл аламын дейді. وَإِذَا جَاءَ عَنِ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ فَعَلَى الرَّأْسِ وَالْعَيْنِ. Егер сахабалардан келетін болса, басым үстіне және көзім үстіне дейді. Бұл деген арабтарда сондай сөз. Құрметпен қабылдаймын деген сөз. Аля рас вал айн дейді. Бас үстіне дейді. Жоғары қоямын өзімден. Бірден қабылдаймын ол сөзді деген. Егер сахабалардан келсе, оны да қабылдайын дейді. وَإِذَا جَاءَ عَنِ التَّابِعِينَ فَهُمْ رِجَالٌ وَنَحْنُ رِجَالٌ дейді. Егер табииндардан келетін болса сөз, олар жігіттер, біз де жігіттерміз дейді. Қалағанымызды аламыз ішінен, қалағанымызды тастаймыз дейді. Хум риджал ва нахну риджал. Олар жігіттер, біз де жігіттер дейді. Бұл жерде Абу Ханифа рахмаллах бізді айтып отқан жоқ. Барлық надандарды айтып отқан жоқ. Өзі сияқты шейхтарды айтып отыр, өзі сияқты ғалымдарды айтып отыр. Табииндер жігіттер, біз де сондай жігіттерміз деген өзіне ұқсас кісілерді айтып отыр. Кейбір адамдар осы сөзін түсінбей, Абу Ханифа айтты ғой деп бері қарай отырып алып, табииндердің сөзін қабылдамай өздерінің ойын айтып отырғандар бар. Ондай деп айтып отқан жоқ Абу Ханифа рахмаллах. Бізді надандарды табииндерге, әлде үлкен ғалымдарға теңеп отқан жоқ. Керісінше өзіне ұқсас ғалымдарды айтып отыр. Егер табииндерден келетін болса хабар дейді, онда олар да жігіттер, біз де жігіттерміз дейді. Қаласақ аламыз сөздерін, қалмасақ өзіміз айтамыз деген дейді. Өйткені өзі де табиин ол кісі. Өзі де табиин болған. Сондықтан Абу Ханифаның сөзіне белгілі болып тұр. Ол кісі ешқашан хадис келіп тұр, ол хадисті тастаған жоқ. Және бас үстіне мен оны қабыл аламын деп тұр. Ал бүгін күнде мысалға осы мәселе айтылып қалатын болса,
Олар кейбір надандар бар айтатыны, сонда Абу Ханифа бұл хадисті білмеппі, әлде ол ғалымдар осы хадис жетпей саған жетіп келді ме, сен ондан көп білесің бе? Валлахи, олардан көп білмейміз, бірақ мүмкін оларға жетіп келмеген нәрсе бізге жетіп келген шығар. Өйткені хадис ол кезде әлі кітаптарға түсірілмеген еді. Ол ғалымдардың аузынан бір-біріне көшіріліп келеді. Ғалымдан ғалымға айтып келе жатқан нәрсе еді ол. Кейін кітапқа түсірілді ол. Сөйтіп бүгінгі күнде біз ешқандай еңбек жасамай тұрып оны кітаптан оқыдық. Шынында ол кісілерге жетіп бармаған хадис бізге жетіп тұр. Бұл деген біз олардан абзалмыз деген сөз емес. Біз олардан көп білеміз деген сөз емес. Бұны дұрыс түсіну керек. Шынында тек қана табииндер емес, әлде атба табиин емес, сахабалардың кейбіреулеріне пайғамбарымыздың хадисі жетпеуші еді ғой. Талай сахаба пайғамбарымыз қасында жүріп, ол кісінің өз аузынан естіген хадистері қанша. Мысалы, Абдулла ибн Аббастан сұралған кезде, уақытша никах халал ма деген кезде, ол кісі иә дейді. Өйткені пайғамбарымыз алейхиссалам бізге рұқсат берді. Мута, никах аль-мута дейді, уақытша үйлену. Сол кезде Абдулла ибн Омар, сен Хайбар күні болдың ба деді. Жоқ, болған жоқпын деген еді. Сол кісінің пайғамбарымыз алейхиссалам оны харам, бұдан кейін халал болмайды деген жоқ па деген еді. Ол күні мен болмаған екенмін. Онда харам болды. Әлде Омар бин Хаттаб Сирияға келген кезде, Шамға келген кезде, ол жерде ваба, чума, адамдар өліп жатыр. Кіреміз бе, кірмейміз бе деп тоқтап қалды. Қасында Абу Убайда бин Жаррах айтты, кіреміз деді. Ол кісі қайтамыз деді. Сөйтіп екеуі келіспей қалды да, ол кісі не болса да мен кірем, тағдыр болса өлім, ондан қашып құтылмаймыз деп кірді. Сөйтіп шахид болды. Омар бин Хаттаб қайтып баратқан кезде бір топ сахабалар шығып, пайғамбарымыз алейхиссаламнан біздің естіген сөзіміз бар еді, хадис. Егер бір елге ваба, чума келетін болса, ол ертегілер сабырлы болсын, шықпасын, ал сіздер оған кірмеңіздер деген еді дейді. Демек бұл хадистен Омардың да хабары жоқ еді, Абу Убайда бин Жаррахтың хабары жоқ еді. Олардың надандығы дегеніміз ба? Аузу билля, Алла сақтасын ол сөзден. Керісінше кейбір хадистер бір естімей қалған еді. Әлде пайғамбарымыз алейхиссалам айтқан хадис, хаққуллахи алал ибад, Аллахтың пенделерінің мойнындағы ақысы және пенделердің Аллахтағы ақылары жайлы айтқан хадисін рауи өліп жатқан кезде айтты дейді. Өйткені пайғамбарымыз алейхиссалам бұны маған ешкімге айтпа деген еді. Афалау баширун нас, адамдарға бұны жеткізіп қуантайын боларды деген кезінде, жоқ, айтпа, айтатын болсаң олар амалды тастап қоюы мүмкін деген еді дейді. Сондықтан ол хадисті айтпай жүріп, жаны шығатын кезде, өлім жақындаған кезде, мен ғылымды жасырып алып кетем ба деп қорқып айтып жатырмын бұны деп айтқан еді. Сондықтан талай хадистер бар еді, сахабалар өздері естіпей қалған еді ол хадисті. Ондай болатын болса, табииндер, әлде одан кейінгі келгендер әбден естіпеуі мүмкін еді ол нәрсені. Сондықтан бұл олардың айтып отқан сөзі ол бекер сөз. Естіпей қалған болуы мүмкін. Бірақ егер естіген болса, оған амал жасауы мүмкін емес еді. Біз сөйтіп айтамыз. Шынында шейхтар бұл хадисті естіпей қалған болуы мүмкін. Өйткені егер оны естігенде міндетті түрде амал жасар еді. Олар пайғамбарымыз алейхиссаламның бірде-бір сүннатын қоймайтын кісілер еді. Әлде имам Шафиғиның сөзі, «Иза саххал хадису фахуа мазхаби». Егер сахих хадис келетін болса, ол менің жолым дейді. Ол менің мазхабым дейді. Мазхаб. Өзіне жол қылды. Демек, ол кісі ойына сүйенемін деп айтып отқан жоқ. Менің иштихадым, менің мазхабым деген жоқ. Менің мазхабым сахих хадис деді. Егер сахих хадис келетін болса, ол менің жолым деп тұр. Деп басқа бір сөзінде айтады: «Иза халафа қаули қаули Расулиллахи саллаллаху алейхи вассалам фадрибу би қаули ардал хайат». Егер менің сөзім пайғамбарымыз алейхиссаламның сөзіне қайшы келетін болса, менің сөзімді туала қарай лақтырыңдар дейді. Қабылдамаңдар менің сөзімді. Егер пайғамбарымыз сөзіне қарсы келетін болса, пайғамбарымыз сөзіне мұхалиф болатын болса. Неге? Өйткені олар өздерінің сөздерін түкке санамайды. Бұйрық бар. Пайғамбарымыз алейхиссаламға мойынсыну керек екен. Имам Малик айтады: «Куллуна раддун ва мардудун алейхи илля сахиб хаза қабр». Барлығымыздың сөзімізден алынатыны бар, тасталатыны бар, мына қабірдің иесінің сөзінен басқасы деді. Пайғамбарымыз алейхиссалам қабірін көрсетті. Осы кісінің сөзі тасталмайды. Не айтса бәрі қабылдануы керек. Ал қалғанның бәрінің сөзі сондай. Алынатыны бар, ішінде тасталатыны бар дейді. Демек осы шейхтар, олардың біреуі де бізге еріңдер деп айтқан жоқ. Бірде біреуі осы менің жолым, мына менің мазхабым, осы бойынша жүр, менің сөзімді тастама деген жоқ. Ахмад бин Хамбал рахмехулла айтады: «Ажибту ли қаумин арафу л-иснада ва сихатаху yazhabuna ila ра'и Суфиян».
والله تعالى يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. Иснаттың не екенін біле тұра, сахихтың не екенін біле тұра, Суфянның ойын айтатындарға, әлде Суфянның ойына баратындарға таң қалдым мен дейді. Суфян деген ол Суфян Саури деген ғалым болды, сол кезде өмір сүрген. Бір топ адамдар болып тұр, хадис келіп тұрса да оларға дейді, сахих хадис келіп тұрғанын көреді. Иснат деген ол хадисті айтқан кісілер, риуаят қылған кісілердің несін айтады, силсилат рижал дейді. Иснат қанша кісі айтты хадисті, пайғамбарымыздан бері кімдер не қылды, соның кімдер екенін біледі дейді, хадисті риуаят қылған кісілерді. Және хадистің сахих екенін біле тұра, Суфян Сауринің ойын ұстанатындарға таң қалдым мен дейді. Ал Аллах Тағала Құранда айтады дейді, пайғамбарының әміріне қарсы шығып жатқандар сақ болсын, оларға фитна келуінен, әлде үлкен азаптан дейді. Кім пайғамбарымыз алейхиссалам әміріне қарсы шығатын болса, оған фитна келеді дүниеде. Ақыретте үлкен азапқа қалады ол. Ондан бас тартсын дейді. Қарсы шықпасын ол кісінің әміріне. Ал мен таң қалдым ол кісілерге дейді, хадисті біле тұра, оның сахих екенін біле тұра, оның келген риуаят еткен кісілердің бәрі сенімді екенін біле тұра, Суфян Саури айтты деп айтады дейді. Сондықтан бауырлар, бұл кісілердің біреуі де мына біздің жолымыз осыған еріңдер деген жоқ. Керісінше бәрінің айтатын сөзі бір нәрсе еді. Құран мен хадисқа еру керек екен. Осы нәрсе Аллахқа мойынсыну. Олар бізге еріңдер деп айтқан жоқ. Ал кім бұл кісілердің айтқан сөздерінен иштихадқа сүйенгендерін біле тұра, сахих хадисті қайтарып тастап, пайғамбарымыз алейхиссаламның бұйрығын қайтарып тұрып, осы кісілердің айтқан сөзіне еретін болса, ол Аллахқа серік қосты. Неге? Өйткені бұл кісілер Құран мен хадис бойынша жүрген кісілер. Иштихад қылған мәселелердің біреуінде де пайғамбарымызға қарсы шыққан жоқ олар. Дәлел болмағандықтан иштихад қылды. Және айтып тұр, егер істеген иштихадтар қате болатын болса, пайғамбарымыздың хадисіне сәйкес келмейтін болса, оны тастауға бұйырып жатыр. Өздері тастауға бұйырды ол нәрсені. Оны ұстануға болмайды. Кім болса сол болсын, ол қанша ұлық, қанша дәрежелі болсын, ол кісінің сөзі бәрібір қабылданбайды. Егер пайғамбарымыз алейхиссаламның сөзіне қарсы келетін болса ол. Абдулла ибн Аббас айтқандай, يوشك أن ينزل عليكم حجارة من السماء أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وعمر. Сендердің бастарыңа азап болып тас жауайын деп жатыр дейді. Мен сендерге пайғамбарымыз айтты десем, сендер маған Абу Бәкір айтты, Омар айтты дейсіңдер дейді. Демек, бұйырылған нәрсеміз не екен ол бауырлар? Жалғыз Аллахқа мойынсыну. Аллах Тағала Құранда осыған бұйырды бізді. Ал кім Аллахтың бұйрығы не екенін біле тұра, одан басқасына мойынсынатын болса, ол Аллахқа шын серік қосты. Шейх Абдурахман бин Хасан айтады: فالواجب على كل مكلف إذا بلغه دليل من الكتاب وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وفهم معناه أن ينتهي إليه ويعمل به فإن خالف من خالف. әрбір мукаллаф деген ол тәклиф иесі, ақылы бар кісі. Әрбір ақылы бар мұсылман кісі дейді, оған Құраннан және хадистен дәлел келетін болса, сол дәлелге тоқтауы керек дейді. Уәжіп оған. Әр ақылды кісіге Құран мен хадистен дәлел келді ма, ол хадиске дәлелге тоқталуы керек оған дейді. Соған амал жасауы керек оған, уәжіп дейді. Кім қарсы шықса, сол қарсы шықсын бәрібір. Ана кісі былай деді, мына кісі былай деді деген сөздің керегі жоқ бұл жерде. Не айтса, соны айтсын. Құран мен хадистен дәлел келіп тұрма, соны істеу керек болады дейді. Шынында ғалымдардың кітаптарын оқытқан кісілер ол кітапқа мұқият қараса. Өйткені ғалымдар айтқан әрбір сөздеріне дәлел жазады. Әншейін бекер сөзді жазбайды ол. Сол дәлелдеріне тоқталып қараса, ол егер Құраннан, хадистен айтылған дәлел болатын болса, алхамдулилля, оны қабылдайды. Ал қай бір нәрседе ол өз иштихатын жазып жатқан болса, иштихатында дұрысы болар, қатесі болар. Сондықтан бұл мәселеде кім Құран мен хадистен дәлел айтты, соған еру керек болады. Оны істемейтін болса, Аллах Тағала Құранда айтқандай, егер оларға мойынсынатын болсаңдар, сендер мушриксіңдер деді. Сендер мушрик боласыңдар деді. Мушриктер Аллах Тағала халал қылған нәрсені олар харам дейді. Аллах Тағала харам қылған нәрсені олар халал дейді. Егер сендер олардың сөздеріне еретін болсаңдар, сендер мушрик боласыңдар деді. Және Аллахтан басқаға мойынсыну дегеніміз бауырлар, ол адасқан
ғалымдардың сөзін тыңдау, солардың жолы бойынша жүру. Мысалы айтамыз, қазіргі күнде ондай адасқандар өте көп. Әртүрлі жаңалықтарды пайғамбарымыз алейхиссалам істемеген істерді істеп жүргендер. Мысалы мәулид деп сондай бір дінге жаңалық кіргізіп алды. Пайғамбарымыз алейхиссалам негізінде оны істемеген еді, сахабалар оны істемеген еді, табииндер оны істемеген еді. Ең абзал ғасырлар осылар еді. Пайғамбарымыз алейхиссалам айтқанда, ең жақсы, ең абзал ғасыр ол менің ғасырым, кейін менен кейінгілер, кейін олардан кейінгілер деді. Осы кезде болмаған жаңалықтарды шығарып алған ғалым аталған кісілер бар. Әлде өліктерге өздеріне васила қылып, өліктер арқылы Аллахқа жетеміз деп шығарып алған жаңалықтары, әлде Аллахтан басқадан дуа қылып сұраушылар. Осылар бүгінгі күнде ғалым болып адамдарды адастырып жүргендер бар. Сондай кісілерге мойынсыну, ақиқат дәлелдің не екенін біле тұра Аллахтың әміріне қарсы шығу, ол үлкен шірк. Ол адам діннен шығаратын нәрсе. Сондықтан кісіге Құран мен хадистен дәлел жетіп келді ме, ол бірден тоқтау керек. Бағана жоғарыда айтып кеттік бауырлар. Тіпті Құран хадис бойынша амал жасап жүрген шейхтардың өз иштихадына сүйеніп бір нәрсе айтқан кезде, соны тыңдайтын болса пенде, ол Аллахқа сыйып қосқан болады деп. Сахих хадис келе тұра, Құран хадис бойынша жүрген кісілер ғой. Мысалы айтқан имам Шафии, имам Ахмад, Абу Ханифа, рахмахумуллах жамиан. Құран хадис бойынша өмір сүрген кісілер. Солардың өзі істеген иштихадтарында хадиске қарсы бір нәрсені айтқан болса, сол нәрсені кім ұстанатын болса, Аллахқа сыйып қосады дедік. Ал мына жерде мыналардың мүлдем ұстануға болмайды. Өйткені олар Құран хадис бойынша жүрген жоқ өздері. Керісінше олар адамдарды адастырып жүр. Сөйтіп дінде жоқ бір нәрселерді ойлап тапты. Соларды дінге кіргізгісі келеді. Соған амал жасап жатыр олар. Ибн Қайим Жаузи рахмахуллах айтады: «Ла юқаллидан ахадукум динаху раджулан». Ешкім өзіне бір кісіні дін қылып алмасын дейді. Шынында осы кісілердің істеп жатқан нәрсе, ол өздеріне дін қылып алды. Бір шейх деп алды, әлде пір деп алды да біреуді, сол дін олар үшін. Не істесе соны істейді, нені істемесе соны тастайды. Не дұрыс десе сол нәрсе дұрыс болып бекітіледі олардың дінінде, қай нәрсені қате деген болса оны тастайды. Демек кісі олар үшін дін. Ол кісі өлетін болса орнына басқа кісіні отырғызып қояды. Ибн Қайим Жаузи айтады: «Ла юқаллидан ахадукум динаху раджулан». Ешкім өзіне бір кісіні дін қылып тақлид қылмасын. Сол кісі менің дінім деп айтпасын. Әлде соның бойынан еріп жүрмесін дейді. Фаин амана аман ва ин кафара кафар дейді. Өйткені егер ол иман келтіріп тұра жолда жүрген болса, оған ергендер де иман келтіріп тұра жолда жүрген болады. Егер ол кәфір болып жүрген болса, ерушілер де кәфір болады. Кісінің өзіне дін қылды ма, қайдан біледі оны істеп жатқан нәрсесін қай бір иманнан, қай бір күфрдан екен. فإن كنتم لابد من مقتدين فاقتدوا بالميت فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. Егер еруші болсаңдар, егер жоқ еруіміз керек бір кісіге деп, міндетті түрде біреуді өздеріңе еруші қылатын болсаңдар, ерген кісілерің өлік болсын. Өлген кісіге еріңдер. Пайғамбарымыз алейхиссалату вассалам, сахабалар. Өйткені тірі кісі фитнадан аман болмайды дейді. Тірі кісі бәрібір бір күн қателеседі, бір күн адасады, сендер де қосып олармен адасасыңдар, фитнаға кіресіңдер дейді. Осы мәселеде олар пайғамбарымыз алейхиссаламға да қарсы шықты, ғалымдардың, Құран хадис бойынша жүрген ғалымдардың да әміріне қарсы шықты, бәріне де. Сөйтті де өздерінің арасынан біреуді бастық қылып алды. Нені айтса соны істейді, неден қайтарса сонан ғана тыйылады. Сөйтіп Аллах Тағала халал қылған нәрсені олар харам қылады, олар оны тыңдайды. Аллах Тағала харам қылған нәрсені олар халал қылады, олар тыңдайды. Сөйтіп Аллахқа серік қосады. Бір жағынан айттық, қараңғылық пен соқыр еруге болмайды. Егер біз бір шейхтардың сөзін тыңдайтын болсақ, ғалымдарға еретін болсақ, олардың айтқан сөзінде Құран мен хадис пен дәлел айтқан мәселелеріне ғана ереміз. Ал бір топ адасты дедік. Алдыда шейхтар не айтатын болса, ғалымдар не айтатын болса, оған дәлеліне қарамай тұрып бәрін қабылдай берді. Ол кісінің сөзін бәрін қабылдай берді. Иштихады болсын, оның ішінен хадисті риуаят қылған болсын, әлде аяттан айтқан болсын, бәрін қабылдай берді, адасты. Оларға қарсы екінші топ оның бәрін тастады. Ешбір сөзін қабылдамай қойды. Абу Ханифа бір-екі мәселе иштихад қылды, ол иштихады дұрыс шықпады деді ме, Абу Ханифадан бір мәселені қабылдамайтын болды. Ахмад бин Хамбал бір-екі иштихадында қателесіпті деді ме, ол Ахмад бин Хамбалдан ешқандай сөзді қабылдамайды. Алды да оның кітаптарын да, әдебиеттерін, бәрін, оның сөздерін бәрін бұрышқа лақтырып тастады да, Құранды өзі ашып алып, өзі дана болды.
әлде хадисті алады да өзі түсінігі бойынша оны түсіне береді. Сөйтті де олардың кітаптарын мүлдем тастады. Бұның өзі дұрыс емес. Шейхтар иштихад қылып мүмкін қателескен болар. Қатеден аман кім бар? Күллу бани адам хатта ва хайру хаттаина тавабун. Адам баласының бәрі қателеседі. Қателесушілердің ең абзалы тәуба қылғандары, қатесін түсініп. Сондықтан адаспайтын кісі жоқ. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады: егер сендер қателеспейтін болсаңдар, Аллах Тағала сендерді өлтіріп, орынларыңа басқа халықты жаратады. Олар қателеседі, кешірім сұрайды, Аллах оларды кешіреді дейді. Қателеспейтін пенде жоқ, бәрі қателеседі. Сөйтіп кейбір иштихадтарына қателескен болса, демек ол кісінің барлық сөзін тастау керек деген сөз емес. Ол кісінің әдебиетін оқымау керек деген сөз емес. Керісінше, Құран мен хадис бойынша айтқан талай сөздері бар, оны аламыз. Иштихадқа сүйеніп тұрып, дұрыс айтқандары бар, оны қабылдаймыз. Оқимыз, олардың кітаптарынан үйренеміз, пайдаланамыз. Қай бір мәселеде ол иштихад қылып қателескен болса, білім жүзесінде оны да оқып өтеміз, үйренеміз, бірақ амал жасамаймыз оған. Ал олар алдыда бәрін лақтырды кітаптарын. Сөйтіп еске алатын болсаң, имам Ахмад, әлде Абу Ханифа, әлде имам Шафи дейлетін болса, ол ағандай сөзі бар, бір сөзі, 1000 хайыр сөзінің ішінен бір қатесін тапса жетеді оған, болды, бәрін тастауға. Жақсы, ол кісінің кітабын оқымайтын болсаң, олардың әдебиеттерінен оқып түсінбейтін болсаң, не істейсің десең? Құран бар емес пе? Құранның ашында оқып, өзі қалай түсінсе сондай тәфсир қыла берсін. Хадисті ашсында оқысында қалай түсінген болса сондай шарх қыла берсін. Ақылды неге берді бізге дейді. Сөйтіп, өзін олардан да ақылды қылып қойғаннан хабар болған жоқ. Сондықтан шынында қазір қарайтын болсам, бір топ ақиқатқа жете алмай жүр. Екінші топ ақиқатты аттап өтіп кетті, ары қарай қайтқысы келмей жүр. Аналар алдыда барлық сөзін қабылдай береді. Ол білмей ма деген сөзмен. Сонда білмей қалып па, сен ондан көп білесің ба дегенде қылып, не айтты соны бәрін қабылдай береді. Бір нәрсеге сүйенген шығар оны айтқан кезде деп. Сүйенген шығар бір нәрсеге. Сол сүйенген нәрсесін тапқанша оған сүйенбей тұр сен. Тап ол дәлелді. Иншалла амал жаса. Ал екіншісі алды, ол сондай бір айтқан сөзі бар деп бәрін тастады. Иншалла Аллах Тағала бізге екеуінің ортасына хидаятты берсін иншалла. Хукм мәселесіне келсек, тағы адамдардың арасында хукм шығарған кезде жалғыз Аллахқа мойынсыну керек. Егер хукм иелері, әмірлер, әлде бастықтар мұсылмандардың арасында хукм шығару мүмкіншілігі берілетін болса олар міндетті түрде Құран мен хадиске тоқталуы керек. Олар істеп жатқан амалдарында өздері жақсы көргендей хукм шығаруға болмайды оларға. Өздері ұнатқандай, әлде орталыққа қараймыз, әлде жағдайға қараймыз деген нәрсе болмайды. Олар қандай жағдайда болмасын, хукмды Аллахқа беру керек. Өйткені Құранда Аллах Тағала айтады: «Аля лахул халқ уал амр». Жаратылыс пен хукмның бәрі Аллахтікі емес пе дейді. Хукм шығарушы ол Аллах. Аллахтың әмірі жүру керек бұл жерде. Әлде басқа бір аятта Аллах Тағала айтады: «Ва махталафтум фихи мин шейин фа хукмуху илаллах». Қай нәрседе келіспей қалған болсаңдар, хукмын Аллахқа қайтарыңдар. Аллах Тағала айтады оны. Құранда Аллах Тағала айтқан, Құранның хукміне мойынсыңдар деген сөз. Әлде «Ва ин таназаътум фи шейин фаруддуху илаллахи ва расул ин кунтум туъминуна биллахи вал йаумил ахир». Егер Аллахқа және қиямет күніне иман келтірген болсаңдар, келіспей қалған нәрселеріңді Аллах пен оның елшісіне қайтарыңдар дейді. Ол Аллахтың бұйрығы. Қай мәселеде келіспей қалдық, ол жерде өз ойымызға орын жоқ. Әлде басқа бір кісінің ойына, сөзіне орын жоқ. Керісінше, қай мәселеде келіспесе мұсылмандар, олардың арасында хукм шығаратын ғалымдары Аллахтың кітабына тоқталу керек. Пайғамбарымыз алейхиссалату вассаламның сөзіне тоқталу керек. Өйткені Аллах Тағала Құранда пайғамбарының сөзін алуға бұйырды ғой. «Уама атакумур расулу фахудуһу уама нахакум анху фантаху» деді. Елші сендерді неге бұйырған болса істеңдер, неден қайтарған болса тыйылыңдар деді. Ол Аллахтың бұйрығы. «Уама ютар расула фақад ата Аллах». Кім елшіге мойынсынса, ол Аллахқа мойынсынған болады деді. Сондықтан бұл Аллахқа, елшіге мойынсыну деген Аллахқа мойынсыну деген сөз. Аллах Тағала Құранда келіспей қалған мәселелердің хукмын Аллах пен оның елшісіне қайтаруға бұйырып жатыр шартпен. «Ин кунтум туъминуна биллахи вал йаумил ахир». Егер Аллахқа және қиямет күніне иман келтірген болсаңдар дейді. Егер мұъмин болатын болсаңдар, кім хукмын өзіне қайтаратын болса, әлде бір басқа бір ғалым дейді ма, шейх дейді ма, басқа біреудің сөзіне қайтаратын болса, Аллахқа серік қосты. Ал кім шынында Аллахтан қорыққан тақуалы мұсылман болатын болса, Аллахқа иман келтірген болса, және қиямет күніне иман келтірген болса, келіспей қалған мәселелерінің хукмын Аллахқа қайтарады. Алланың Құранынан іздейді оны.
пайғамбарымыз алейхиссаламның сүннетінен іздейді. Өздері қалағандай шешпейді екен оны. Және біз келіспей қалған нәрселерімізді, әлде мұсылмандар өздерінің арасында келіспей қалған нәрседе хукім іздеуі, ол тек қана ақиқатты өзіне не дейді, әділеттікті шешу деген нәрсе емес ол. Тек қана өзінің ақысын алу үшін ғана бару керек емес ол мәселе. Аллахтың хукмы әділетті хукім, осында мен өз пайдамды табам деген оймен баратын болса, ол жақсы емес. Керісінше, бұның өзі ғибадат екенін білу керек. Келіспей қалған мәселелеріңіз бар ма? Мұсылмандардың арасында келіспей қалған нәрселерінде мұсылмандар Аллахтың хукмына мойынсынуымыз керек дегені, ол үлкен ғибадат, бауырлар. Сондықтан ұмытпайық. Бұдан тек қана өзіміздің ақымызды шығарып алу үшін ғана бармайық оған. Өзімізде тиісті затымызға ие болу үшін ғана емес. Керісінше, кім келіспей қалған нәрсесінде Аллахтың кітабынан хукім іздейтін болса, ол үлкен ғибадат жасап жатыр. Соны білейік. Бұның өзі үлкен ғибадат. Аллах Таала Құранда айтады: «Ам лахум шуракаун шарау лахум минад-дини ма лам я'зан бихилла». Олардың Аллахқа қосқан серіктері бар ма? Аллах Таала рұқсат бермеген нәрселерді оларға шариғат қылатын дейді. Шариғаттың бәрі Аллахтікі, хукімнің бәрі Аллахтікі, айттық. Ешкімді ешқандай серік жоқ Аллахқа қосатыннан. Сондықтан қандай нәрсе болмайық, қандай жағдайда болмайық, бірінші нәрсе Аллахқа қайтару керек оны хукмын. Келіспей қалдық па? Мен ойлаймын, менің пікірім, менімше деген сөздердің бәрі бос нәрсе, бекер сөз. Ақиқат ол. Қала Аллаху Таала, қала Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям. Осы ақиқат. Аллах Таала айтты Құранда, пайғамбарымыз алейхиссалам айтты хадисте. Осы ақиқат, қалғанның бәрі бос нәрсе. Әлде кім айтқан сөзіне шариғатта бұлай болады, өйткені Аллах Таала Құранда бұлай деген. Әлде пайғамбарымыз алейхиссалам бұлай дегендіктен біз бұл мәселені бұлай істеуіміз керек дейтін болса, ол ақиқатты айтты. Менімше, мен ойлаймын, көрген едім, естіген едім дегеннің бәрі бос, бауырлар. Бекер нәрсе. Одан бас тарту керек болды. Сонда ғана біз ақымызды аламыз, иншалла. Сонда ғана біз шында әділеттікке жетеміз. Және ғибадат жасаған боламыз. Өйткені біз білмейтін нәрсемізді Аллахқа қайтардық. Ал кім Аллахтан басқаның хукміне көнетін болса, оны бағана айтып кеттік, ол Аллахқа серік қосқан болады. Әлде хукм іздейтін болса, Аллахтың хукміне разы болмай, Аллах Тааланың хукміне, пайғамбарымыз алейхиссалам хукміне разы болмай, басқа өзіне ұнататын, нәпсіне жағатын сондай бір нәрседен хукм іздейтін болса, біреуден, ол кісі Аллахқа серік қосқан болады, бауырлар. Құранда Аллах Таала бұл туралы айтады: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. Сен біз иман келтірдік деп заам қылғандарды көрдің ба дейді. Заам деген араб тілінде өтірік айту деген сөз. Өткенде айттық қой. Заам аллазина кафару анна юб'асу, кафирлер біз қайта тірілмейміз деп заам қылды, өтірік айтты деген сөз. Аллах Таала айтады, біз иман келтірдік деп тұрып, негізінде олар иман келтірмегендерді көрдің ба дейді. Олар айтады дейді: Аннахум аману бима унзила илейка ва ма унзила мин qablик. Саған және саған дейінгі түсірген кітаптарды иман келтірдік деп айтады олар дейді. Өтірік айтады сөйтіп дейді. Ал енді өздеріне бір жағдай болған кезде не істейді? Юридун ан ятахакам иля тағут. Араларында бір мәселе пайда болып қалатын болса, тағутқа мұражат жасайды. Аллахтың елшісінен бар хукім сұрамайды. Аллах Таала қалағандай хукім қаламайды олар, керісінше тағуттан сұрайды хукімді. Солардың хукміне разы болады. Вақад умиру ан якфуру бих. Негізінде тағутқа кәфір болуға бұйырылған еді олар дейді. Тағуттың хукміне кәфір болуға бұйырылды ол кісілер. Бірақ нәпстеріне, жандарына қажетті нәрсе болатын болса, олар тағутқа барады. Бұл аяттың түсу себебі, Мадинада бір мұнафиқ пен бір яхуди бір мәселеде келіспей қалды дейді. Екеуі бір неде келіспей қалды да, содан яхуди айтады: ортамызға біреуді хакам қылайық дейді, біреуді қади қылайық дейді. Ол мұсылман болсын дейді, пайғамбарымыз алейхиссаламға барайық дейді яхуди. Ал мұнафиқ оған айтады: жоқ, яхудилердің несі бар еді, Кааб деген, Кааб бин Ашраф деген сондай бір қадисы бар еді өздерінің. Яхудиның хукмы, яхуди дінінің хукмын шығаратын. Соған барайық дейді. Мұнафиққа
мұсылмандарға барайық деп тұр яхуди. Ал мұнафиқ оған айтады, жоқ, сендердің шейхтарыңа барайық деген ол. Сендердің діни бастықтарыңа барайық дейді. Сөйтіп анау жоқ дейді. Яхуди жоқ дейді. Мұхаммад алейхиссаламға барғысы келеді ол. Пайғамбарымызға барғысы келеді. Неге? Өйткені ол біледі ғой өзінің дінінде ақиқат жоқтығын. Қазір баратын болса әділеттікпен оған ақысын алып бермейтінін. Сондықтан жоқ дейді. Әділеттік пайғамбарымыз алейхиссалам бар екенін біліп тұр. Пайғамбарымызға барамыз деген сөзінен қайтқан жоқ дейді. Сөйтіп пайғамбарымыз алейхиссаламға келген кезде екеуінің арасында пайғамбарымыз хукім шығарады да яхудинің ақысын алып береді. Мұнафиқтікі ол жерде дұрыс емес еді. Яхудинікі дұрыс екенін айтады. Содан яхуди ақысын алды, ал мұнафиқ оған разы болған жоқ дейді. Сөйтіп ол келатып жолдан Омар шықты да дейді, Омарға айтады, сенде не бар бізге дейді. Бір мәселе келіспеушілік болып қалғанын айтады. Бір риуаяттар яхуди айтты дейді, басқа бір риуаятта мұнафиқ айтты дейді. Арамызда осындай келіспеушілік болып қалды да біз пайғамбарға барамыз деген едік. Жүр пайғамбарға барамыз деп айтқан едім дейді яхуди. Ол жоқ, сендердің негеңізге барамыз деп айтты дейді Каапқа. Кейін біз пайғамбарға барып, ол маған хукімді шығарып берген кезде бұл разы болмады дейді. Сол кезде мұнафиққа солай болды ма деп сұрады дейді Омар бен Хаттаб. Ана айтады, иә, солай дейді. Сенде бір шешім бар ма бұған дейді. Әрине қазір деді дейді. Сөйтіп кірді, қылыш алып шығып, мұнафиқтың басын алып тастады. Ол кісіні өлтіріп тастады. Аллахтың қалауымен осы аяттар келуімен «Әләм тара иләлләзина язъумуна аннахум аману». Біз иман келтірдік деп, негізінде саған түскен және саған дейінгі түскен кітаптарға иман келтірдік деп зам қылғандарды көрдің ба дейді. Өтірік айтқандарды көрдің ба? Олар иман келтірген жоқ оған негізінде. Юридуна ан ятахакаму иля тағут. Ал бастарына бір қиын жағдай түсіп қалатын болса, олар тағутқа барады. Ол мәселені шешіп алу үшін. Өздерінің нәпсін ойлайды, ол Аллахтың заңына мойынсынып жатқан жоқ олар. Уақад умиру ан якфуру бих. Негізінде тағутқа кәфір болуға бұйырылмап еді олар деген аят келді. Сөйтті де альхамдулилла ол кісінің мұсылман емес екені дәлелденіп, осы аяттарды жалғасында айтады: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت فيسلموا تسليما. Раббыңның атымен ант етем, олардың арасында келіспей қалған мәселелерде саған келіп, сен шығарған хукімге жүректерінен разы болмағанша олар иман келтірген болмайды дейді. Демек, мұъминдер қалай? Қандай жағдайда болмасын, пайғамбарымыз алейхиссаламға келеді. Пайғамбарымыз хукім шығарады олардың арасында Аллах түсірген бойынша. Егер оған иман келтірсе, сенсе, сөйтіп оған амал жасаса, альхамдулилла, ол мұъмин. Ал кім оған қарсы шығатын болса, ол Аллахқа серік қосты. Аллахтан басқасына мойынсынған болды. Сондықтан айтып отыр: «Фала ва раббука ла юъминуна хатта юхаккимука фима шаджара байнахум». Араларында келіспей қалған мәселелерде де сені деді қази қылып, сені төреші қылып, келіп сенен хукім сұрап, сен шығарған хукімға разы болмағанша және оған толық мойынсынбағанша олар мұъмин болмайды. Олар иман иесі болмайды деп Аллах Тағала осы аяттарды түсірді. Сондықтан бауырлар, айтайын деп дегеніміз, қандай жағдайда болмасын, пенде Аллахтың дінін ұстану керек, Аллахқа ғана мойынсыну керек. Оған кім қарсы шықса, сол қарсы шықсын. Қарсы шығып жатқандар қанша көп болса да, сөздері қанша көркем болса да, Аллахтың сөзінен көркем болмайды. Айтушылар қанша күшті болса да, Аллахтан күшті болмайды. Біз Аллахқа мойынсынуға бұйырылдық. Сондықтан Аллахтың сөзінің алдында басқаның сөзінің бәрі бекер. Ал енді бір жағдай болатын болса, хукім шығару керек болатын болса, ол мәселеде Аллахтың хукмы. Соған бұйырылдық. Аллахның хукмы бойынша бізден бұл іс кетіп қалады деп басқа хукімге мойынсынатын болсақ, онда басқа Аллахтан басқаға мойынсынғандар Аллахқа серік қосқандар деп айттық. Сондықтан Аллах Тағала Құранда бұйырып отыр: қандай жағдайда болмасын, келіспей қалатын болсаңдар, Аллаға қайтарыңдар және оның елшісіне деп тұр. Фаин таназаътум фи шейин фаруддуху илаллахи ва расул деп тұр. Егер бір мәселеде келіспей қалатын болсаңдар, оны Аллахқа және оның елшісіне қайтарыңдар. Ин кунтум туъминуна биллахи вал яумил ахир. Егер Аллахқа және қиямет күніне иман келтірген болсаңдар дейді. Оған сақ болу керек. Әсіресе осы күнде осындай мәселелер өте көп. Бауырлар бір ақысын ала алмай қалса, әлде бір бауырымен келіспей қалса, талайын естіп жатырмыз. Шариғат бойынша шешу мүмкіншілігі бар оны. Жалпы бауырлар арасында Аллах Тағала разы болатындай Құран мен хадиспен шешу мүмкіншілігі бар. Ол алады да ортаға басқа біреуді төреші қылады. Сөйтіп әлде алады да бауырының үстінен жазып жібереді, тапсырып жібереді. Яғни мына нәрсе, егер шынында жүрегінде ол жалғыз Аллахқа мойынсыну керек екенін біле тұра,
Аллахтың hukmына тоқталуы керек екенін біле тұра осын істеген болса, ол кісі діннен шықты. Ол кісі Аллахқа ширк қосты. Неге? Өйткені Аллах Тағала харам қылып қойған нәрсе бар, оны халал қылуға болмайды. Аллах Тағала халал қылып қойған нәрсе бар, оны харам қылуға болмайды. Шариғат иесі Аллах. Халал қылушы да, харам қылушы да өзі. Рұқсат беруші, тыйым салушы өзі. Кім ол тыйым салған нәрсеге рұқсат беретін болса, әлде рұқсат берген нәрсе тыйым салатын болса, ол Аллахқа кәфір болды. Ал кім оның шығарған hukmіне еретін болса, соны ұстанатын болса, соған мойынсынатын болса, ол Аллахқа ширк қосты. Иншалла Аллах Тағала бәрімізді күфрден және Аллахтан басқаға еруден, ширктен сақтасын иншалла. Субханакаллахумма ва бихамдика, ашһаду ан ла илаха илля анта, астағфирука ва атубу илейк.